Су астынан бір хабар. Су астындағы балықтарды елестетіп көріңізші. Олар өзара сөйлессе не дер еді? Бұл ретте жер беті олар үшін басқа әлем екенін ескергеніңіз жөн. Себебі біздің әңгіме олар өмір сүретін су асты әлеммен біз өмір сүретін жер үсті әлемі турасында болмақ. Бірде көпті көрген қарт балық жас балықтар жинайды. Өмірлік тәжірибесімен бөлісуді жөн көрген қарт су бетінде арғы дүниенің бар екенін, онда адам деген жаратылыс тұратынын айтады. Оның екі аяғы, екі қолы барын түсіндіріп, ол өте қатыгез әрі айлакер екенін хабарлап, біраз сипаттап береді. Ең қорқыныштысы сол, ол бізді ауына түсіреді, қармақ тастап ұстайды. Содан кейін ол біздің әдемі қабыршықтарымызды аршып, шек қарнымызды ақтарады. Кейбірімізді тұзға, ал басқамызды отқа қақтап жейді. Сол үшін әрдайым сақтық танытып, алды-арттарыңа қарайлай жүріңдер. Қармақтағы жылтыраған, алдамшы дүниеге алданып, тәтті тұзаққа түсіп қалмаңдар деп ескерті қарт балық. Ол жөніне кеткеннен кейін артында қалған майшабақтар, судың үстінде басқа өмір бар дей ме? Оны кім көріп кепті? Ол жақта өмір жоқ, өтірік айтады десті шуласып. Сол-ақ екен, алдарынан жауын құрт ілінген қармақ шыға келмесі бар ма? Шабақтар лап қойғылар келіп еді, бағанағы қарттың сөздерінен секем алып қалса керек. Бірден батпай тұрып қалды. Ойлары сан саққа жүгіріп, бәлкім әлгі қарттың айтқаны рас болар, деді біреулері. Иә, аулақ жүрекші. Қойыңдаршы, деді біреу екіленіп. Мен білем, о жақта түк те жоқ. Мен әлгі алжыған шалдың айтқандарына көзімді жеткізбей сен алмаймын. Оныкі құр сөз. Қарада тұрыңдар, сендер жемесеңдер мен жеймін. Сосын өздерің ақымақ болғандарыңа күлетін боласыңдар, деді де, жемтікке жетіп барып, жалма жан жұтып жібермек болады. Ал қармақтың имек темірі оның өңешіне қайта шықпастай қадалып, бірден судан суырып әкетіп, көзден ғайып болды. Бұл бір мысал мына сіз бен бізге қатысты. Ары қарай не болды деген сұрақ жауапсыз қалды білем. Оны әркім өз ойлап, топшалағаны дұрыс. Себебі бізде де сол балықтар сияқты арғы дүние, о дүние бар ма жоқ па деген сұрақтарға жауап таппай жүрген жандар қаншама. Айтыңызшы, әлгі балық қайтып келіп, «Иә, мені қуырып жеді, ол шынымен бар екен» деген сияқты әңгіме айта ала ма? Жоқ, әрине. Мұны кез келген ақыл есі бүтін жан иесі түсінсе керек. Біз арғы дүниені көрмей оған иман келтірдік. Сол себепті де біз мұсылманбыз. Бізде о дүниені көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бар. Біз осыған да иман келтірдік. Бұл арғы дүниені көрген кім бар екен осы дегендерге түртіп алар дүние. Осы пікірді ұстанған жан бір ойланса екен. Пайғамбарлардан басқа о дүниені көріп, хабар әкелген адамдар жоқ. Сол себепті жаныңыз саудаға түскен бұл сынақ дүниеде ұтылып қалмау жолын ойластырғаныңыз жөн ау.